Reddit қолданушылары толық болғанның қандай жаман жақтары бар? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Адамдардың көзінше өзімді ыңғайсыз сезінем, әсіресе арық адамдардың қасында жүрсем. Мектеп кезден бері адамдардың әзілдерін көтеріп келдім. Кейде қатты ашуым келіп кетеді. Соның кесірінен мен өз-өзіме сенімсіз болып өстім. Әлі күнге дейін солай жалғасуда. Кино, мультиктерде көбіне толық адамдарды ашқарақ немесе ақымақ етіп көрсетеді. Менің түрім саған солай көрінгенімен, бетімнің артында мықты ми тұр. Көлікке мініп түсу мен үшін өте қиын. Өзімнің мүшемді көре алмаймын. Бассейнге бару проблема. Айнаға қарағың келмейді. Қараған сайын көңіл күйім түсіп кетеді. Толық болсаң тез терлейсің. Суға жаңа ғана түсіп шықтың. Баспалдақпен екінші қабатқа шығасың. 1 литр тер шығады. Енді терді басып тағы қозғалсаң болды, тағы 1 литр тер шығады. Аяқтың тырнақтарын алу өте қиын. Және аяқ киім бауын байлауда қиынға соғады. Еркектер түсінер мені. Толық болсаң мүшең қысқарып қалады. Күлмеңдер. Тыныс алу тез шаршау. Оған қоса қорылдау бар. Ресторандағы орындықтарға мен сый алам бекен деп ойланып кетем. Жарайды, сыйсам сынып қалмай ма деп ойлайсың. Қыдыруға шығасың. Киім бәрі керемет болып тұр. Өзімді де керемет сезініп тұрмын. Ал енді фотодағы түрімді көрсем, бүкіл настроение түсіп кетеді. Киім жағынан керемет талғамым бар. Бірақ қалаған киімді кие алмаймын. Өйткені маған ұнаған киімдерлердің тек 1-2-ін ғана сатып аламын. Қалғаны жай ғана өлшемі келмей қалады. Жас кезімнен толықпын, мен үшін оның еш жақсы жағы жоқ секілді. Өзімнің толық екенімнен ұялып өмір сүруден қалып жатырмын. Сені бәрі күлкіге айналдырады. Өзіңнің толық екеніңді түсіну, онша емес, денсаулыққа зиян екенін білу, бірақ соны біле тұра еш нәрсе істемеу. Қарның сыртқа шығып тұрғаны өте нашар көрінеді. Мені кейде үлкен адам, дәу адам деп айтады. Сондай жаман жағы демеймін, бірақ кейде бір түрлі естіледі. Киім жараспайды, қалаған киімдеріңді ала алмайсың. Буындарың, арқа, бел, аяқтарың қатты ауырады. Толық болғасын саған қыздар қарағысы келмейді. Мен қанша жыл болды әлі жалғызбын, ешкім танысқысы келмейді. Басқалар сені адам құрлы көрмейді, сыйлағысы келмейді. Денсаулыққа қатысты басқа да проблеманың бәріне семіз болғасын ғой деп жауап береді. Мүмкін ол басқа себептерден ауырып тұрған шығар. Жоқ, сен семізсің, сосын ауырады дейді. Адамдардың есінде тек толықтығыңмен қаласың. Олар сені басқаша еске түсірмейді. Ана жолы көмектескен жігіт пе? Немесе, ана ақылды жігіт қой деп емес, қанша ақылды, қанша жақсы адам болсаң да сені, ана толық немесе семіз жігіт қой деп еске алады. Ұят сезімі. Өткен аптада маған тойға бару керек болды. Сол үшін дүкенге жиде алуға бардым. Дүкенде үлкен өлшемді жиделерді таңдап тұрғанымда дүкен қызметкері келді. Ол маған жақсы көңілмен қарады. Сосын ол маған келіп жаймен үлкен өлшемдегі киімдер дүкеннің арғы шетінде деді. Ол мені жамандамады, бірақ іштей бір түрлі болып қалдым. Маған ұнаған киімдерді қарап та тұра алмай, шетке қарай кету керек болды. Сіз өзіңізге жарасатын киім киюге лайықсыз, сізге ұнаған затты ала беріңіз. Артық салмақ денсаулыққа зиян, мен де семізбін бауырым. Бірақ сіз өзіңізге жарасатын жақсы киімге лайықсыз. Өз таңдауыңыздан ұялмаңыз. Кішкентай арық достары бар әйел болғандықтан олармен дүкенге бірге шығу қиын. Олардың әдемі киімдерді тез тауып киіп көріп жатқанын көргенде ішім ашып кетеді. Сәлден соң қарай алмай жайсызданып кетем. Сол үшін мен әдетте олар киім таңдап жатқанда өтіріктен көзілдіріктерге немесе аксессуарларға қарап тұрамын. Осы сәтте өзімді қатты аянышты сезініп кетем. Үлкен өлшемді киім дүкендеріне бару олар үшін де ыңғайсыз. Өйткені олар бұл жерден киім таңдап кие алмайды. Тек мені күтіп отырады. Олардың бәрін мәжбүрлеп күттіріп қойған сияқты іштей өзімді нашар сезініп кетем. Жүрек айнуы, ентігу, ауырсыну және тағы басқалары сияқты денсаулыққа қатысты түсінікті нәрселерден басқа мен үшін жаман жері бұл самооценканың төмендігі. Күнде көшеде әдемі тартымды адамдарды көрген сайын өзімнің қандай тартымсыз екенім есіме түсіп кетеді. Сосын соларға қарап тұрып ойлаймын, мені кім тартымдысың деп айтар екен? Вообще айта ма біреу солай деп? Мен ешқашан өзімді өз терімде жайлы сезінген емеспін. Кіші жыныс мүшесі. Мен өте толық науқасқа күтім жасадым. Оның мүшесі май басып мүлдем кішірейіп кетті. Оның салмағы тым ауыр болған соң біз оған бұлай болмайды,
арықтау керек дедік. Біз оның салмақ тастауына қатты көмектестік. Ол кісі де біраз уақыты мен қаржысын арнады. Енді қараңызшы, не оралды? Оның жыныс мүшесі оралды. Біреуге мүмкін күлкілі естілер, бірақ сіз ең болмағанда жыныс мүшеңіз үшін арықтау керексіз. Ато ол кішірейіп қалады. Бұл сізді қорқыту үшін емес, әрине. Шынында осындай науқастар көп келеді бізге. Ал сен толық болғанның қандай жаман жақтарын білесің? Комментарийға жазып отыр.